Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, қадірменді көрермен. Біз жаңа Қызылорда қаласының базарына барып келдік. Қасында біздің баға деген арна. Жоқ. Осын салам. Андай дұрыстап сөйлесе. Жоқ. Бара жатырмын десе. Жоқ, бара жатқан жоқ. Қайтып келатырмыз кезде. Сіздер сұраған автокөліктерді сұрап, іздеп бағасын білуге тырыстық. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Біздің баға деген арнаға тіркеліп. Сол. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Мерседестің сырты түсі әдемі екен. Механикалық қорап. Бағасын айтам, қазір 1.900.000. Газ бензин 2.8 дейді. Құлып тұр. Сыртқы жағдайы өте жақсы. 124 сұраған жігіттерге Японияда құрастырылған сияқты нөміріне қарағанда қалған ақпаратты. Камри автокөлігі 30-дық нұсқада 2003 жылғы 4.200.000 газ бензин. Европада құрастырылған. Коробкасы автомат. Салон осындай мата екен салоны. Бір көрсетейін. Артынан шпақтай құлын тізді жатыр. Достар, пластмасқа не бар ғой? Толщинометр тексеретін. Мына темірге көтетті. Мынаны тексере алмайды, өйткені бұда темір жоқ. Темірдің қанша жерде тұрғанын көрсетіп сондықтанда бампердің қанша жерде поправка жағылғанын біле алмайсыздар. Audi S4 автокөлігі 92 жылғы саудасы бар дейді, 1.800.000 деп қойған. Қымбат сұрап тұрсың ғой десем, автокөліктің жағдайы сондай ғой, позволяет дейді да. Ойбай, 92 жылғы машина неге қымбат деп жазатындарға ғой енді. Газ, бензин, 2 көлемі. Автомат па? Жоқ, механика екен. Осы жігітке звондап сұрайсыздар, неге қымбат екенін. Есімің кім? Бәкеңе звондайсыңдар, бәкең неге қымбат сұрап тұрсың десең, айтады 92 жылғы машина, ичо жағдай осындай деп айтады 1.800.000-ге. Сыртқы жағдайы өте жақсы автокөлік. 2005 жылғы 21.07 1.5 көлемі. Газ жоқ, номерімді айтып 776 275 0202 275 0202 нөмірде жазасыз. Инжектор дейді, родной краска дейді. Вложение, қандай вложение керек? Ешқандай вложение керегі жоқ. Номер әдемі екен автокөліктің. BMW сұраған бауырларға пятерка 1.200.000 теңге. Номерін қалдырдым. Басқа ешқандай ақпарат жоқ. Автокөлік ерекше болмағанымен түсі ерекше екен. Ларгус 7 орындық 1.6 көлемі 5.300.000-ға келеді дейді. Салонда қанша болады қазір? 100.000 пробег дейді 2020 жылғы. Ларгус сұраған 7 орындық минивэн сұраған жігіттерге. Газ жоқ па? Жоқ. Газ жоқ, бензин ғана екен. Volkswagen Passat B4 автокөлігі 94 жылғы газ бензин автокөлік. Кішкене түсем дейді, 1.300.000 деп қойған екен. Газ бензин 1.8. Механикалық қорап. Ешқандай вложение керек емес дейді. Қазір артынан қарап жіберейін. Қарапайым дискілермен тұр. Жаңағы нөмірге хабарласасыз. Volkswagen 93 жылғы газ бензин бағасы 2 миллион теңге дейді. 93 жылғы 2 объем. Через банк можно дейді. 4 зимний баллон бар, 4 зимний баллоны. Обещанып жасалған екен, дисктері ауыр. Салон осындай 7 орындық минивэн. Түсі серебристый цвет. Қарапайым дисклермен тұр. Соңғы қатар. Тағы да бір минивэн көріп тұрмын. Mercedes
шаршағанда енді көп жүрген ғой енді жолда. Сыртына кішкене уважение керек. Салон әдемі екен. 6 орындық болса керек бұл. Кожаный салон. Кондиционер істеп тұр ма? Иә. Кондиционер істеп тұр дейді. Артынан бір көрсетейін. 70 Бик әдемі көріп тұр осы кезде. 99 жылғы 99 автокөлігі 400 мыңға берем дейді. Автокөлік иесі. Салонын көрсетейін. Кантара сыртынан. Не вложение керек аға? Бар ғой енді ескі Машина ғой, бар ғой енді дейді. Жаңа нөмірге хабарласасыз, сұрайсыз. Ескі автокөлік дейді. Мен түсінді ғой енді ескі автокөлік екен. 400 мың теңге берем дейді. Toyota Corolla 2006 жылғы, көлемі 1.8 екен. Бағасы 4 миллион дейді. Нөмірін айтшы? 305 64 өмір 42. Осы нөмірге хабарласасыздар. Не вложение керек? Жас бала айдап жүр екен. Түк ма машина? Папанікі дейді. 2006 покраска берілген жақында. Мына жерінде удар болып тұр. Көрініп тұр мына жер. Шпаклет бар екен. Карина Е. Toyota газ бензин. Саудасы бар дейді. 1 300 000 деп қойған екен. Газ бензин. Бағасы кішкене арзандау сұрап тұр. Жел болып тұр, дала кешіріп тұраймыз. Бірінші нұсқадағы Nexia туры бар дейді. 16 клапан. 1.6 2005 жылғы бензин. Автокөлік егесінің номері 800 мыңға болады дейді. Орыс көлік. Орыс учеттағы көлік. Бір-екеуін түсіріп кетейік енді. Chevrolet Cobalt автокөлігі 20 жылғы 1.6 4.9 дейді. 29 мың пробег. Коробкасы автомат. 4 миллион 900 мың. Бұлар салонда қанша енді? Осындай. Енді жаңа автокөлік қой, ешқандай бұған артық әңгіменің керегі жоқ деп ойлаймын. Ешқандай артық әңгіменің керегі жоқ деп ойлаймын. 1 900 2013 жылғы приоралар бағасы осындай 1 900. Қалай қымбат па достар? Комментарийға жазып кетіңіздер. 2003 жылғы Volkswagen Transporter неше орындық аға? Т4 Т4. Т4 дейді. Номеріңізді айтып жіберіңіз. Номеріңізді қазір дайындай беріңіз. Мен автокөлікпен бір танысып шығайын. Ақ түс, көлемі 2,5. Механикалық қорап қоя? Механикада. Механикалық қорап. Қызылордада бір-екеуі бар шығар, әрі кетсе дейді. Білмеймін даже. Салон осылай. Мен түсірмей қой бола ма? Бағасы 4 миллион 300 мың дейді. Саудасы бар дейді. Аха. Номерін айтып жіберейін ағаның. 775 575 48 32 нөміріне хабарласасыз. Ешқандай ширек ешнәрсе жоқ дейді. Родной краскамен тұр дейді. Екінші хозяинмін дейді. Орыс учеттағы Nexia автокөлігі 1 миллион деп қойыпты бағасын. Газ, бензин 8 клапан дейді. Автокөлік егесінің номері. Оразаларыңыз қабыл болсын, құрметті ағайын. Оразадан оразаға жете берейік. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Golf 3-ші нұсқа 600 мың теңге дейді. 94 бензин 1.6 көлемі. Қызыл түс. Сыртында капотта көрініп тұр деп ойлаймын. Қандай жағдайда екені. Бочка Audi 91 жылғы газ салынбаған екен. Көлемі 2 я. 1.8 монопресс. Нөміріңізді айтыңыз.
775 204 6880. 6880 осы нөмірге хабарласасыздар. 700 мың теңгеге берем дейді. Қарапайым диска. Дискінің көзі асылдың сынығы. Қара түсті Mercedes 124 көз 2.3 объем, свежий мотор дейді, 92 жылғы. 1,5 миллион теңге. Автокөлігінің номері көрінді деп ойлаймын. Паузаға қойып қарап алыңыздар. Mitsubishi спецвагон 93 жылғы 7 орындық минивэн сұрағандарға газ бензин 2 объем обещунг жасалған екен. Электропакет, зимний баллондары бар дейді. Серебристый цвет.